Бірде шәкірт ақсақалдан адамдарды түсінуді қалай үйренуге болады, кімге сеніп, кімнен қорқуым керек деп сұрады. Мен саған алдымен кімнен қорқу керек екенін айтамын, деді ақсақал. Сыртқы түрі бойынша ең кішіпейіл болудан сақ бол. Сен біреудің алдында садақтар қойып, сені құшақтап, өзінің ерекше мінезін көрсетіп жатқанын көргенде, сен бәрінен бұрын қорқу керексің. Бұл қалай сонда? Шәкірт таң қалды. Маған түсіндірші. Себебі ол бірінші және саған опасыздық жасайды, деп ақсақал күсініп жауап берді. Ал мен енді кімге сену керекпін деп сұрады шәкірт. Сен қарапайым адамдарға сену керексің, және саған шындықты айтатын. Қандай болса да, осы адамдар саған бірінші болып көмек